Сәлем достар, бұл менің эфир, және бүгін біз өткен сабақтағы тақырып бойынша есептер шығаратын боламыз. Өткен тақырыпта біз қатынасты өттік, бүгін қатынасқа есептер шығаратын боламыз. Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Ал бізде бірінші есеп. Мектепте 12 ұл мен 18 қыз бар. Ұлдардың қыздарға қатынасын қысқарт. Бізде формула осылай. Кез келген қатынас құру үшін біз осы формуланы сақтауымыз керек. Бірінші айтылған сан алымы, ал екінші айтылған сан бөлімі болады. Сонда ұлдардың қыздарға қатынасын қысқарт десе, бірінші ұлдар деп тұр. Сонда бірінші 12, екінші 18 болады. Енді қысқартатын болсақ, біз нешеге қысқартамыз? 3-ке. Мұнда 4, мұнда 6 қалады. 4-тен 6. Ол да қысқарады екен. 2-ге 2 және 3. Жауабы 3-тен 2. Яғни 2-нің 3-ке қатынасы. Ал екінші есеп. Қорапта 24 көк қалам, 16 қара қалам бар. Қара қаламдардың көк қаламдарға қатынасын тап. Бірінші қара дейді. Қара бізде 16, 16 бірінші жазамыз. Ал мына екінші біз 24 жазамыз. Бұл бізге 4-ке қысқарады. 4 және 6. Бұл да қысқарады. 2-ге 2 және 3. 2-ні 3-ке қатынасы қалады. Дәл екінші есепте дәл осылай болады. Бөлінді ретінде болады бәрі. Ал келесі есеп. Автобуста 30 бала мен 10 ересек адам отыр. Балалардың барлығына қатынасын жазыңыз дейді. 30 бала мен, қараңыздар, 30 бала, сосын 10 ересек. Балалардың барлығына қатынасын жазыңыз. Бұларды біз қосамыз, барлығын табуымыз үшін. Бұл бізде болады 40. Енді балалар бізде 30. Енді астына 40 дейміз. Бұл қалай шықты десеңіз, бізде формула осындай еді. Бірінші айтылған сан алымы, екінші айтылған сан бөлімі. Енді мұнда қараңыздар. Бірінші бізде бала айтылған, екінші бізде қараңыздар. Бірінші мұнда бала айтылған, екіншісі барлығы дейді. Бізде барлығы 40, бала 30. Енді бізде жауап сонда бұны қысқартамыз. 10-ға қысқарады. 3, 4. Сонда 3-тен 4-ке қатынас. Яғни бөлімді ретінде осылай жазылады.